күліп оянсаңыздар, күні бойы күліп жүресіздер. Сіздердің қалай оянғандарыңызға байланысты, бірінші оянған кездегі қандай ощущение сезіндіңіздер, соған байланысты осы бүгінгі күндеріңіз сондай жаңағы жақсы өту үшін осы таңғы уақытта, алғашқы уақыттарында сіз қандай жақсы нәрсені ойлайсыз, шынымен де күніңіз сондай жақсы бір жоғары нотада өтетін болады. Сондықтан мен сіздерді ойлаймын, күліп бір жақсы бір ниетпен оянды деп. Одан кейін енді бүгінгі жаңағы тақырыбымыз біздің өзіңіз қалап шыққан күйеуіңізді құрметтеу. Енді мен бір-екі ауыз сөз жаңағы осы таңғы уақыт туралы, неге таңғы уақытқа қойғанымыз туралы тағы бір-екі ауыз айта кетейін. Негізі біздердің мына ұйықтаған кезімізде біз обновление болады біздің немізде, организмізде. Барлық жаңағы телефонның өзі зарядке қойғанда тоже жаңадан жаңағы өзіне күш қуат алады. Тура сол секілді бізде тоже өзімізге күш қуат аламыз. Және бізде түнде ұйықтаған кезде бізде обновление болады екен да, денемізде. Сонда обновление болған кезде бізде мына ненің жаңағы организміміз жұмыс жасайтын, түнімен жұмыс жасап, біздің күні бойы ішкен, жеген нәрсемізден барлығынан жаңағы тазалайды екен. Сол кезде бактерия, анау-мынаудың барлығын біздің аузымызға келіп шығарып қояды екен. Сосын біз оны күн шыға бастаған кезде, егер біз сол уақытқа шейін тұрмасақ, күн пока шығады, сол уақытқа шейін тұрмайтын болсақ, сол уақытта біздің байқасаңыздар, ұйықтап жатқан адамды таң уже шыға бастаған кезде адам жұтына бастайды екен. Да. Сол жұтынған кезде бүткіл шыққан біздің аузымызға шығарып қойған бактерияның барлығын қайтадан жұтып, ауызға сөйтіп жұтып алады екен. Содан токсиндер, анау-мынау деген нәрсенің бәрі содан пайда болады екен. Күні бойы вялый болып, қайырлыдан сөйтіп жүретіннің барлығы осы таңғы уақытта күн шықпай тұрып тұрып кететін болсаңыз, сіз осы кезде бүткіл жаңағы неңізді тазалап алады екенсіз. Организмге шығарған, аузыңызға шығарып қойған нәрсенің барлығын аузыңызды шайқау арқылы солардың барлығын тазалап алады екенсіз. Сондықтан бізге осы күннен бұрын тұрған өте пайдалы екен. Күннен бұрын тұратын болсаңыз, жаңағы әйелдің жаңағы бізде мақал бар ғой, мен өз қазақтың мақалдарымен көп не істеймін да. Ер адам ерте тұрса, ырысы артық дейді, әйел адам ерте тұратын болса, бір ісі артық дейді. Яғни бізге осы жаңағы таңертең ерте тұрғанымыздың несі, күйеуіміз ерте тұратын болса, ырысымыз артады екен, және өзіміз ерте тұратын болсақ, әйел адам жұмыс көп, бір ісі артық дейді. Сондықтан жаңағы таңертең ерте тұрғандарыңыз өте пайдалы. Сосын таңғы нәсіп Алладан дейді да. Сол үшін таңертең ерте тұратын болсаңыз, Алла тағаладан, Алланың берген нәсібінен үлесіңізді алып қалады екенсіз. Енді мен әңгімемді неден бастаймын? Осы жаңағы біздің алғашқы жаңағы әңгімеміз, бірінші қадам өзіңіз қалап шыққан күйеуіңізді құрметтеу. Бұны қалай түсінеміз? Енді өткенде жаңағы 3 күндік курсқа қатысқан болсаңыздар, мен бұл жайлы қысқаша айтып кеттім. Ал енді бүгін осыны кәдімгідей үлкен тақырып қылып, және барынша түсінуге тырысамыз. Мен өзім осы жаңағы өзгерердің алдында, менде негізі даусым бәрі нормально естіліп тұр ғой, сіздерден сұрамаппын ғой. Бәрі даусым нормально естіліп тұр ма? Мен осы өміріме бір өзгеріс енгізердің алдында болсын, бір поворотный бір случай болады ғой, бір адам өмірінде да. Бір положениеде жүрес, бір уақытта әйтеуір бір положениеңіз бір жетер осы деген секілді бір моменттер болады да өмірде ше. Жақсы. Сондай бір уақыт болды менде де. Мен осы жаңағы айтамын ғой сіздерге үнемі, осылай не деп, күйеуімнің қасында мен өзім ақылшы болып кеткем, күйеуіме ақыл айтып, сондай бір өзімді биік ұстап алғам, ол маған жаңа сен өркөкірексің десе, өркөкірексің деп сөйтіп айтып жатса, мен солардың барлығына жоқ, мен ондай емеспін деп өзімді сонша биік ұстап алғам, бірақ мен оны мойындамайды екенмін да. Мен сөйтіп, менде көп өмірімде қиындықтар болды да, күнде бір ұрыс-керіс болып кететін, сондай бір басында көп қиындықтар болды. Сөйтіп жүрген кезде мен бір күні пойыздан қайтып бара жатқам үйге, осы Ақтауда тұратынбыз. Алматыдан осы пойызда кетіп бара жатқан кезім болатын. Сол кезде күйеуім өсіп маған звондады. Сол кезде маған айтты, өстіп анамнан айтты да, мен сені сағындым деді. Сол кезде мен сағындым деген сөз естідім дағыны. Мен оған ответ қайтара алмадым да. Ответті мен де сағындым деп айтайын десем,
маған вообще сағынбаған сияқты, өзім жаман сондай бір ощущениеде болдым дағы. Содан телефонды қойғаннан кейін ойландым, сонда маған не болып жүр, мен неге осыншама суып кеттім, арамызға бізге не болды, не жағдай бізге өстіп дәл осындай жағдайға жеткізетін. Алланың берген 4 баласы бар, мен не ойлап жүрмін, көздегенім не менің, не сонда жаңағы не ойлап, қандай мақсатқа мен неғып келе жатырмын, жаңағы двигаться етіп қозғалып келе жатырмын деген секілді өзіме сондай көп сұрақтарды қойдым. И сөйтіп сол кезде сондай бір ойланып бардым. Сонда мен шынымен де не істесем, өзіме қарасам, мен көп сондай жаңағы ойымның барлығы сол кезде типа бизнес жасау, ақша табу деген сияқты да. Ал күйеуім туралы андай нелерді, жаңағы мақсатым андай мындай бір білмеймін, күйеуім туралы болғанда өзім ары қарай осы бақытты өмірім жайында бір сондай мақсаттарын таба алмадым да. Мен әйтеуір неге екенін білмеймін, әйтеуір сол уақытта тек бизнес жасап ақша табу есілдердің бәрі сондай болып кеткен екен да. И сөйтіп мен сол уақыттан бастап кәдімгідей ойланып, сөйтіп жаңағы күйеуімнің жақсы жақтарын бәрін қарасам, ол туралы ойласам, маған кілең жақсы жақтары да, жаман жақтары да шығады да. Бірақ мен тек жаман жақтарын ғана тізіп алған екенмін. Сол кезде жаман болған кезде сол болмашы дүниеге ұрысып қаламыз. И сосын барып мен соны не істеп аламын да, ол сөйтеді, ол бүйтеді, ол түсінбейді мені, бүйтпейді деген секілді жаман жақтарын бәрін тізіп алады екен да мен өзіме. И сосын мен содан түсіндім, мен оның көз алдыма елестетсем, жақсы жақтары да көп та. И жаман жақ, адам негізі идеальный болмайды ғой, міндетті түрде оның плюс те болады, оның минус та болады. Бірақ сіз соның қай жағын көресіз, мәселе сода болып тұр да. Біз мысалға өмір бойы жаңағы бір күйеумен енді өмір сүріп келе жатқан кезде біз ана әйел адам соның минусын жаттап аламыз да, тек соның минусын ойлаймыз ғой. Сол туралы, күйеуіміз туралы бірдеңе есімізге түсетін болса, немесе біреу күйеуімізге бірдеңені тапсырайын деп жатса, немесе біз өзіміз күйеуімізді есімізге алып соған бірдеңені айтсам қалай болады екен деген секілді моменттер келген кезде, біз өзіміз сол туралы қандай пікірдеміз да, күйеуіміз туралы да, дәл сол пікір бірінші орында сол келеді екен, бірінші орынға сол келеді да. И сосын мен сол кезде не істегенім, түсінгенім, біздердің сол әйел адамдар сол пысық болады кішкене деймін ғой, сол жағынан біз күйеуіміздің жаңағы жаман жағын көп сақтап алады екенбіз дағы. И сосын барып ол туралы ойлаған кезде, ол туралы нәрсені бір нәрсе жасайтын кезде, в общем, сол кезде сол жақтары кеп тұрады екен. И сөйтіп біздің де тоже үйде сондай жағдайлар өте көп орын алды. Соңғы уақытта жаңағы менің өзім өркөкіректігімнің арқасында ма екен, әйтеуір не керек, біздің үйде көп ұрыс-керіс көп орын алды. И сол сәттен бастап мен жаңағы пойызда келе жатқан кезде көп ойландым дағы, күйеуімнің жақсы жақтарын бәрін тізіп алдым. Ол сол бір жақсы момент болды. Соның бәрін тізіп алдым да мен ше. И сосын уже дайындалып бардым. На самом деле мен күйеуім күшті адам екен ғой деген понятиені миыма құйып алдым да. Сол понятиемен мен Ақтауға баратын кезде жолда дайындалып бардым. И сөйтіп барғаннан кейін оның жаңағы бұрын енді екеуміздің енді отношениямыздың бәрі бұрын қандай болды, тура сондай ғой. енді ақырындап мысалы арғы бергі әңгімелер не істеп бір жаңағы бір болмашы бірдеңеге ол сөйлеп қалған жағдайда сондай в общем сондай моменттерде мен бүйтіп миыма құйып алған немді қолданамын. Негізі ол жақсы адам, просто ол қазір ашуланып тұр. Негізі ол маған мені жақсы көреді, мені жаңағы сыйлайды, бірақ қазір ол ашуланып тұр деген секілді сондай нәрсені мен өзім сондай миыма құйып алғанмын да. И сол әрекетпен двигаться еттім ғой. Әрбір іс әрекетінде ол негізі жақсы адам. Ол мені жақсы көреді, ол маған негізінде зияндық жасағысы келмейді. Просто мен оны кейде дұрыс түсінбей соны ашуландырып аламын деген секілді осы нәрсені миыма құйып алдым конкретно да. Сол нәрсені сіздерге үйретемін. Сөйтіп оның әрбір несінде мен оны кәдімгідей жаңағы жақсы адам негізі деген нәрсені миыма құйып алғаннан кейін сол нәрсемен менен әрекет сондай болып отырды да. Мысалға бұрын соңды ол бірдеңеге ашуланатын болса, соған дейінгі уақытта да бірдеңеге ашуланатын болса, сосын мен де қоса ол чтоб келесі жолы ашуланбасын деп мен де бірдеңелерді айтып, неге сен сөйте бересің, неге сен бүйте бересің деген секілді ақылдарымды айтып сөйтіп кететін едім ғой соған дейін да. Чтоб оны ондай нәрсеге ашуланбасын деп өзімше ақыл айтып өзімше оны түзегім келеді да. Негізі біз ешқашанда ер
адам түсе алмаймыз ешқашанда. Ол қандай адам табиғатында қандай, ол сол қалпында кетеді. Сондықтан біз өзіміз өзгеретін болсақ, іле шала бізге қарап олар да тоже өзгереді. Біздің іс-әрекетімізге, біздің оған деген көзқарасымызға, оған деген жаңағы әңгімеміз бар, оның сыйлау, құрметтеу деген секілді осы нәрсеге қарап олар да тоже өзгереді екен. Сондықтан мен сол нәрсені түсініп, мен оған жаңағы бұрын соңды айтады ақылдарын бәрін тоқтатып тастадым да, мен өзімді не істедім да, өзіме көңіл аудара бастадым. Сонда мен жаңағы сол жерде сөйтіп ұрыс керіс ең бірінші сол құрметтеуді бастадым да. Ұрыс керіс бірдеңе болатын болса, мен уже сразу не істеймін да, үндемей қаламын. И сосын жаңағы бұл просто қазір ашуланып тұр ғой, жалпы жақсы адам ғой деген секілді нәрсені айта бердім, сол ойға қайтып келе бердім да. И соның нәтижесінде мен ең бірінші қағида осы құрметтеу деген нәрсені үйрендім. Жалпы біздер мынандаймыз да, мен жалпы оған дейін құрметтегенмін ғой, жалпы оны вообще құрметтемей қойған жоқпын, негізінде құрметтедім. Бірақ ол құрметтеген просто, чтобы ол ашуланып кетпесін, одан типа қорыққан секілді, немесе мынандай да, әйтеуір осының аузы жабылсын деген сияқты да, әйтеуір осы сөйлеп қалмасын деген секілді бір қорқынышпен, сондай немен құрметтегенмін да, на самом деле құрметтегенмін, бірақ сондай немен да. Ал сол сәттен бастап мен уже кәдімгідей конкретно ол мынандай ғой, жақсы адам деп бір жерде ойлай берсең, шынымен де ол көзіңізге жақсы болып көріне береді да. Психологиясы өзі сондай да, ол негізі жақсы адам деп ше, мысалы сөйтіп ойлай беретін болсаңыз, ол адам туралы шынымен де жақсы ойлап кетесіз да. И сол кезде мен осы нәрсе маған күшті көмектесті. Бізде мынандай да, сіздерге де тоже айтатыным, күйеуіңіздің жақсы жақтарын бәрін тізіп алыңыз. Айттым ғой жаңа, адамның екі жағы да болады, минусы да, плюсы да болады. Плюстерін бәрін тізіп алыңыз. И және сізге жасаған жақсы іс-әрекеттерін, сізді қуанту үшін, сізді риза қылу үшін, сізге бір жақсы бір көңіл күй сыйлау үшін деген секілді сондай жақсы нәрселердің бәрін тізіп жазып алыңыз, Сосын соны тізіп жазып алғаннан кейін жаңағындай іс-әрекеттерге келген кезде біз әйел адамдар кішкене андай не ойлаймыз, саяз ойлаймыз. Сразу шешім шығарып жібереміз да сол моментте, ой, осыны мен жақсы көрмейді, немесе осы маған үнемі сөйтіп айта береді, осы маған үнемі бүйтіп айта береді деген нәрсені айтамыз да. Біз уже соған андай шешім шығарып тастаймыз. И сол шешіммен жұмыс жасап бастайды екенбіз да. Сондықтан осы нәрсені миларыңызға құйып алыңыздар. Бүгіннен бастап сол тапсырма күйеуіңіздің жақсы жақтарын тізіп жазып шығу. Және мынандай да, мен сіздерге мына ой туралы сіздерге айтам ғой, осы кеше бірінші алғашқы сабағымызда айттым, ой туралы қалай сіз өз өміріңізді қалай ойлайсыз, тура сондай болады деп айтам ғой, тура сол нәрсе дәл осы миыңыз біздің жаңағы не ғой, почва дейді да, топырақ секілді да. Сіз топыраққа қандай жаңағы нені құя саласыз, сол нәрсенің бәріңіздің бәрі өсіп жасап сондай нәрсені сөйтіп нәрсе туралы жақсы нәрсе уже сондай сізге жаңа ендіше нормально ма? Менде де тоже үзіліп тұрып тағыны қазір нормально болып тұр. Қиын қозғалысым не істеп тұрған сияқты, тура келіп тұрған сияқты. Енді нормально болған сияқты. Менде будильник бар еді, сол будильнигім не істеп қалады да, осы уақытта соны алып тастамасам. И сөйтіп жаңағы миыңызға күйеуіңіздің жақсы жағын сақтап аласыз ғой. И сосын сол жақсы жағы кәдімгідей өсу үшін жаңағындай ғой, үнемі енді нормально болған сияқты. Үнемі сіз сол кез келген жағдайда ол негізі жақсы адам, ол мені жақсы көреді, маған жақсы нәрселер жасайды, мен үшін аянып қалмайды деген нәрселерді, сондай нәрсені миыңызға құйып, сол жаңағы еккен қазір суретін салайын деп отырсыз ғой, сол сурет салған суретке жаңағы сурет дегенде сіздер прямой түсініп қалмаңыздар. Негізі мен мынандай
техниканы үнемі қолданамын. Мен сол қолданатын техника мынандай да, мен мысалға картинасын жасап аламын. Кәдімгідей ол картинада проживать ету реакциясын бәрін кәдімгідей сол картинада өмір сүріп жатқандай картина жасап аламын да менше. И сосын сол картинаны жасап алғаннан кейін сол картина мені үнемі жаңағы алдымнан шыққан кедергілерге сол картина көп жаңа көмегін тигізеді. Сол үшін сіздерге де айтып отқаным, ең бірінші сол жақсы нәрсесін тізіп жазып алыңыз. Сосын сол жақсы нәрсесіне қарай сай өзіңіз прям көз алдыңызға елестетіңіз. Күйеуіңіздің шынымен де сізге сондай отношениемен жасап жатқанын, екеуіңіздің күшті жүргеніңізді, күшті гармония жүргеніңіз деген сияқты сондай нәрсені кәдімгідей картинада көз алдыңызға елестетіп алыңыз. Сізге ол кісінің жасап жатқан нәрселері, сіз үшін алып келіп сізді қуантайын деп жатқан нәрселер, қуантып жатқан нәрселер деген секілді сондай нәрсе бәрін сіз сөйтіп жаңа картинаңызға салып сөйтіп қойып дайындап қоясыз да. И сосын кез келген ситуацияда сіз сол картинаны көз алдыңызға әкеп аласыз. И сосын соған қарап, жоқ ол негізі жақсы адам, маған өткенде сөйткен, өткенде бүйткен, ол сондай нәрсені жасаған жақсы көреді. Мен просто соны кейде ашуландырып қоямын, кейде жаңа намысына тиіп қоямын деген секілді сөйтіп не қылатын болсаңыз, сіздің алдыңызда болып тұратын қиындықтың барлығынан осы картина ең алғашқы қадам, осы картина көмектеседі. Сондықтан сіз осы нәрсені есіңізге сақтаңыз, сөйтіп осы картина бойынша әрекеттер бастайсыз. Енді қараңыз, күйеуіңіз сіздің отбасыңыздың президенті. Енді міне мен осы жаңағы нәрсені кәдімгідей құйып алдым миыма да, күйеуімді кәдімгідей президент ретінде көрдім да. Біздің отбасымыздың президенті. Ол шынымен де осы нәрсені сіз миыңызға құйып алуыңыз керек та. Ол кісі үйге келген кезде, ол кісі жаңағы жұмысқа кетіп жатыр ма, келіп жатыр ма, кәдімгідей үлкен внимание жасауыңыз керек. Ол кісіге ол келіп жатқанда да, кетіп жатқанда да, жаңағы үйге сырттан кіріп жатқанда да, в общем, қандай жағдай болсын, біздің президентіміз келді деп ішіңізден айтыңыз да. Пока прямой бетіне айта алмасаңыз да, ал бетіне айтатын болсаңыз, ой, біздің президентіміз отбасының президенті деген секілді айтуға болады да. Ал егер де пока оны айта алмайтын болсаңыз, онда сіз пока ішіңізден айтыңыз, өзіңізді сендіріңіз сол президент екеніне да. Ол үшін ол да оңай емес та. Сіз оны президент екенін сендіру үшін сіз мына нәрсені есіңізге сақтаңыз. Алла тағала ер адамды билеуші қылып жаратқан. Билеуші. Ол қашан да билеуші. Ал әйел адам оның қасында баптаушы. Сондықтан сіз қаншама не жасасаңыз да, күйеуіңізді басқарып аламын, бүйтем, мен осы өзім бәрін реттеймін деген нәрсені жасасаңыз да, сіз все равно оның билеуші екенін, Алла тағаланың өзі тарапынан солай жаратқанын солай есіңізге сақтап қалуыңыз керек. Сол сәттен бастап сіз уже ол кісі уже как президент, сол нәрсені есіңізге сақтаңыз. Күйеуіңіз сіз үшін президент, сіздің президентіңіз, сіз оның орынбасарысыз, премьер-министрісіз деген сияқты да. Сондықтан осы нәрсені кәдімгідей миыңызға құйып алыңыз. И сосын үйге келгенде де, жаңағы жұмысынан келген кезде, кешкі ас болсын, түскі ас болсын, отырғанда да бар вниманиеңізді аударып, ол кісіні уже тыңдайсыз, ол кісімен уже дұрыстап әңгімелесесіз, ойын бірдеңкесін айтатын болса, сіз осы кезде жаңағы бұрын-соңды сіз мысалға ол кісінің бір ой бірдеңе айтатын болса, сіз сразу ой қойшы осы сен деп басып тастауыңыз мүмкін. Солай істеген шығарсыз да бұрын-соңды да. Осы сен де бір не болсын айта береді екенсің деген секілді ма, немесе бір жақсы бір ойын идеясын айтып жатса, ой қойшы соны деп біз өзіміздің әдетімізге басып үйді билеп алғанбыз ғой. Біз билеп алғанда білінбейді да, негізі күйеуімізді билейді деп айтамыз, бірақ соған дейін біз өзіміз бәрін істеп алғанбыз да. Жаңағы айтып отырмын ғой, минустарын бәрін көріп аламыз да. Ол сондай сол минус жақтағы бір әңгімені айтып бастаса, біз сразу ой қойшы деп біз сразу басып тастаймыз да. Сосын бітті. Ол адам уже сол туралы арға айтқысы келмей қалады да. Сондықтан сіз осы нәрсені есіңізге сақтап, сіз президентпен қалай сөйлесесіз, сіз премьер-министр болып тұрып президентке ақыл айтқан кезде қалай айтасыз ақылдың өзін? Ақыл айта аласыз ба сіз оған? Немесе просто так жаңағы әңгіме ретінде айта аласыз ба деген секілді, негізі сөйтуге болады екен, негізі бүйтуге болады екен деген секілді да, прямой біз сөйтейік, біз бүйтейік деп жаңағы ақыл айтпайды. Сол үшін міне осындай нәрсенің барлығын естеріңізге сақтап, ол кісінің үйдегі осы отбасындағы президент екенін миыңызға құйып аласыз. Отбасының президенті. И сосын соның бәрін балаға да тоже миына құясыз да. Бала да тоже сол нәрсеге үйрену керек та. Баланың өзіне де әкем келе жатыр деп үлкен нәрсені үлкен қылып, жаңағы үлкен адам ретінде көрсету керексіз да, балаға да тоже. Сондықтан осы нәрсе жаңағы
ойлаңыз, сол сіздің үйдегі ол кісіні осылай үлкен адам ретінде қарағаныңыз, ол кісіге үлкен адам ретінде қабылдағаныңыз оны шынымен де өсіреді. Осы сіз ол кісі туралы, алла бұйырса, бұл да тағы бір сабақ болады, қалай ойлайсыз, сол нәрсе ол өзі жайында сондай нәрсені қалыптастырады екен да. Тура сол секілді сізде күйеуіңіз жайында сіз қалай ойлайсыз, негізі жаман бір жарық болып тұр да. Күйеуіңіз жайында сіз қалай ойлайсыз, тура сондай нәрсе қалыптасады. Сол үшін сіз оны үйге келген кезде, жұмыстан келген кезде сіз оны президент деп, біздің үйдің президент, шынымен де ол сол отбасының президент негізі. Біз бірақ соны кішкене оны президент деп қарамай кеткенбіз да. Шынымен де на самом деле ол сондай да. Сол үшін өйстіп отбасының президенті, біздің үйдің президенті деген нәрсені кәдімгідей миларыңызға құйып аласыздар. И сосын барып президентке қандай іс-әрекет жасайсыз. Міне сіз қалай оны құрметтеп бастайсыз, сіз оны қалай сыйлап бастайсыз. Ол нәрсе оған көрінетін болады, оған білінетін болады, ол оны сезетін болады. И сосын сіздің жасап жатқан құрметіңізге, сіздің жасап жатқан сыйыңызға сыйлап, бала шағаның алдында да әкем ғой қалай сөйлеп жатсың деген секілді, әкесі әкең келе жатыр, жинаңдар, жіттеңдер, мына жерде өйтіңдер, бүйтіңдер деген секілді. Сол әкесінің келе жатқанының өзін, бір үлкен адам келе жатқан баланың өзіне біз миына құятын, баланың өзін дайындайтын бізді. Сондықтан осы нәрсені есіңізге құйып, миыңызға сақтап алыңыз. Президент деген ол уже үлкен адам, біздің үйдегі үлкен адам, ол күйеуім немесе осы үйдің отағасы деген секілді нәрсені миыңызға құйып алатын болсаңыз, соған уже әрекетке көшетін боласыз. И ол кісі жайында мүлдем басқаша ойлайтын боласыз. Бұрын соңды басқаша ойласаңыз, осы моменттен бастап мен бірінші неде айтып кеттім ғой сіздерге, картина жайында, сол картинаңыз бар көмектесетін. Және сіз оны президент ретінде көрейін деп отырсыз да. И президентке сіз шынымен де бір бар ынта жігеріңізбен, ойбай, ол ел басқарып жатқан президент қой деген секілді. И күйеуіңіз де тоже осы үйді басқарып жатқан президент. Осы президент екенін мойындай білген кезде сіз уже ол кісіге деген, өзіңізге деген отношениені дұрыстай бастайсыз. Көрдіңіз бе? Ол кісіден сізге деген отношение дұрысталады. Сол кезде уже сіздерде бір близость деген пайда болады да. Себебі күйеуіңіз оның бәрін сезеді. Мына ер мен әйел 50-60% миларымен байланысады екен да. И сіздің жасап жатқан реакцияңыз, сіздің жасап жатқан іс-әрекетіңіз, сіздің жасап жатқан ол кісіге деген құрметіңіз, сый құрметіңіз, соның барлығын ол сезеді. Ол бәрін түсінгенде ол бәрін сезеді и көреді. И көріп сезіп бастағаннан кейін ол да тоже сізге деген отношениесін ақырындап уже мен әйелім мені сөйтіп сыйлайды екен, мені құрметтеп жүр деген секілді ол сол нәрсені байқай бастайды. И сосын уже сізге де тоже отношениесі өзгере бастайды. Ол кісінің де тоже сізге деген сый құрметі, біз енді біздің мақсатымыз күйеуімізден өсіп кету емес, керісінше күйеуімізден бір саты төмен түсу да, күйеуімізді өсіру да, өзімізден де. Бірақ все равно ол кісінің де тоже сый құрметі сізге деген, менің әйелім, менің өмірлік жарым деген секілді сондай сый құрметті ол кісіден алатын боласыз. Көрдіңіз бе? Сіздің ең бірінші алғашқы қадамыңыз. Ешқашанда осыны ер адам бастағанмен де, ер адам өйстіп жасағанмен де, әйел адам оны түсінбесе, әйел адам бұдан ешқандай өзгеріс болмаса, онда сол кеткен ешқашанда ол да жанұяда гармония болмайды. Көрдіңіз бе? Осы ең бірінші сіздің өзіңіздің өзіңіздің өзгеруіңіз осыдан басталады. Сіз соған деген ойыңызды, сол кісіге деген көңіл күйіңізді барлығын өзгерткен кезде ғана ол сол өзгерісті сезіп, ол да тоже сізге ақырындап өзгеріспен келеді. Осы нәрсе сізге ол сразу келмейді. Сіз ақырындап жасайсыз. Ол басында ойлайды, может сіздің құрметіңізді көріп, бұрын соңды көрмеген құрметіңізді көріп, мынаған не болған деуі мүмкін да, мысалға да, что-то бұның бұндай жоқ еді ғой деген секілді да. Тіпті байқамау да мүмкін да, сіздің құрметтеп жатқаныңызды, типа бұрынғыдай сіз қорыққаныңыздан құрметтеп жатқаныңыз секілді
секілді ойлап қалуы мүмкін да, бірақ сіз соны уже күнделікті, уже мысалы бұрын соңды қорыққан уақытта сыйлап, былай уақытта спокойно мысалы жүруіңіз де мүмкін шығар, білмеймін ғой. Сондықтан сіз оны күнделікті әдетке айналдырыңыз. Күйеуіңізді жаңағы менің президентім деген нәрсені әдетке айналдырыңыз, и соған жақсы қарым-қатынас жасаңыз. Осы әдетке қалай айналады, сол кезде сізге уже нәтижесін береді. Сізге де тоже қалауыңыз, ол кісі жақтан, ол кісі тарапынан сізді де тоже сыйлаған, иә? Ол кісі тарапынан сізге де тоже құрметпен қараған, иә? Ол кісі тарапынан сізге де тоже сыйлық жасап, сізде тоже әйелім деп сізге жаңа сыпайы қарап, жаңағы көңіліңізге келетін сөздер айтпай, намысыңызға тимей, баланың көзінше намысыңызға тиіп қалмай, осы аяқ жоқтан өзгеге ұрса бермей деген секілді сондай нәрсені сіздің қалауыңыз сол ғой, күйеуіңізден жаңағы жақсы өмір сүруді. Ал сол нәрсені сіз ең бірінші сіз беріңіз ол кісіге. Сол кезде ол кісіге сол нәрсе жеткен кезде, ол кісіге сол нәрсе уже көзіне түскен кезде, ол да тоже сізге уже дәл сол отношенияның несін жасайды. Мына орыстарда айтады да, күйеуіңнен не қалайсың дейді да, сен бірінші бер дейді да, бірінші бер дейді, өзің не қалап тұрсың күйеуіңнен дейді да, жаңағы внимание қалап тұрсың ба, яғни сен сол внимание бер дейді. Мысалы баяғыда бізде осындай, мен осы өзгеріске енбей тұрған кезде үнемі күйеуім жаңағы сен внимание жасамайсың, сен маған внимание жасамайсың деп көп айтатын маған да, и сосын сен өркөкірексің деп сөйтіп көп айтатын. И шынымен де мен сол кезде ойымның барлығы жаңағы дала болған кезде сол бизнеске кетіп қалады, ойымның бәрі сол ақша табуға кетіп қалады, ойымның бәрі сол жасап жатқан, мен сетевой маркетингте жасап жүрмін, соған кетіп қалады екен да, мен күйеуіме көп көңілімді аудармайды екен, назарым бәрін аудармайды екен да, и соны ол сезеді, сен маған внимание жасамайсың деп. Міне көрдіңіз бе, мен қашан оған внимание жасап бастап едім, оның да тоже тарапынан маған да тоже внимание кәдімгідей келе бастады да, уақыт өте келе. Сондықтан осы нәрсені сіздер қазірден бастап жасап үйреніңіздер. Мына мен кеше сторисыма салып қойып едім, мына имам айтады да, көрген боларсыздар, мен мына үйдегі әйеліме мен бір уағыз бірдеңе айтып бастасам, ол сразу шап ете қалады дағыны, сөз қайтарады. Мен сол әйеліме айтқанша бірдеңені мына бір мешіт жамағатыма айтқаным жеңіл деп сөйтеді ол. Мен кеше өзімнің Жазира Дилман деген сторисыма сол нені тауып салып қойғамда, сонда имамның өзі әйеліне солай жаңағы әйелмен, енді әйел адам біз кішкене жаңағы саяз ойлаймыз ғой, ер адамның жаңағы бірдеңені жаса дегеніне біз көніп кеткіміз келмейді негізінде ше. Негізі жаңағы өйтіп жүр, бүйтіп жүр деген секілді бізге ақыл айтқысы келеді оларда, бірақ біз сонысына көніп кеткіміз келмейді. Біздің де тоже өзіміздің мнениеміз, біздің де өзіміздің ойымыз, менше ол олай істеген дұрыс емес деген секілді ақылды болып кетеміз. Ол кезде тыңдағымыз келмейді да. И тура сондай біз барлық әйел бірдейміз, барлық еркек бірдей болған секілді, барлық әйелді бірдейміз да. Жаңа имам айтады да, сөйтіп мен сондай әйеліммен не істеймін дейді да, бірдеңені айтып түсіндіре алмаймын дейді да. Оған кейде бар ұрып соғып, бір жаныңнан келген кезде бір ұрып соғып тастаған келеді дейді да. Бірақ сабыр керек деп сөйтіп бір несі стористе менде тұр да, сөйтіп айтады да, имамның өзі солай айтып жатыр да. Ол әйел адамды жаңағы өзгерту өте қиын дейді. Шынымен де біз еркектің тарапынан айтып жатқан нәрсеге біз оның қисық қабырғасымыз. Біз қисық қабырғаны, мына бүйтіп қисық болып тұрған қабырғаны бізді түзетемде олар сындырып алуы мүмкін да. Бізге айтады да олар ше, бізден жаңағы өздерінің қалаған нәрсесін бізге айтады да, сөйтіп жүр, бүйтіп жүр деген секілді да. Бірақ біз олардың тарапынан естігеннен кейін біз оны дұрыс көрмейді екенбіз да, олардың тарапынан да. Сондықтан біз оны осылай жаңағы тренинг, курс деген нәрселерден тыңдайтын болса, біз уже түсінеді екенбіз да өзіміз. Мен мысалы сол жаңағы өзгеріске енетін алдында мен осындай нәрсенің жалпы қарайтын да, бірақ почему-то мен оны іске асырмаппын да, өзіме өміріме қолданып көрмеппін да. Сол жаңағы пойызда келатқан жағдайдан кейін ғана барып мен өз өміріме қолдана бастадым да. Еще жаңағы мен психологияны оқып жүргеннен кейін, может сол кезде солай түсініп келдім. Әйтеуір мен сол кезде қалай осы нәрсені қолданып бастадым, сол сәттен бастап біздің өміріміз кәдімгідей өзгере бастады да. Мына екеуміздің отношениямыз өзгере бастады. Менің өзімнің тоже жаңағы көп іс-әрекеттерім өзгере бастады да, соған сайшы. Сондықтан
осы нәрсе сіз қазір айтуыңыз мүмкін да, күйеуім маған сыйлық сыйламайды, ол маған көңіл аудармайды, ол маған жаңағы не істемейді, елдің алдында бір жаңағы әйелім деп бір мақтанбайды деген секілді, ой қойшы соны деген секілді, сондай отношение біздің арамызда деуіңіз мүмкін да, мысалы біреулеріңізде да, немесе жаңағы мен соның күйеуімнің қасында жақсы бір сыйлы болғым келеді дейтін шығарсыз, может біреуіңіз да. Сондықтан осы нәрсенің барлығын ең бірінші сіз өзіңізден көрсетіңіз ол кісіге. Сіздің сол жаңа мына сөзді есіңізден шығарыңызшы, сіз күйеуіңізден не қалап жатсыз, оның сізге қандай отношение жасаған қалап жатсыз, тіпті сізге сыйлық сыйлаған қалайсыз, сіз сыйлық сыйлап бастаңыз, көрдіңіз бе, сіз не нәрсені қалайсыз, ең бірінші сіз соны жасауыңыз керек. Сол кезде ғана ол кісі сізге сол нәрсені жасайтын болады. Күйеуіңізден не қалайсыз, алдымен сіз соны беріңіз, көрдіңіз бе. Сондықтан мына күйеу жаңағы бізді сөйтіп қабырғаларын, қисық қабырғасын жаңағы дұрыстайын деп сындырып алуы мүмкін. Ал сол үшін біздер әйелдер басқа осындай курс, тренинг деген нәрселерге қатысып, кітап оқып деген секілді, сол жақтан өзіміз өзгерткен кезде ғана біз күйеуімізбен жақсы отношениеге жетеді екенбіз. Бұл біздің президент деген тақырыбымыз, енді түсінікті болды деп ойлаймын сіздерге. Енді бізде күйеуіңізге мама болып жүрсіз бе дейді. Қызық тақырып, Мен осы нәрсені жалпы ең бірінші естіген кезде, мамасы не істеп, мен не істемей қалғанмда, мен Некрасовтың кітабын оқығам. Сол Некрасовтың кітабында мынандай деп осы жаңа күйеуіңіз жайында, егер, в общем, неге байланысты екен да, бұл ше, ата-анаға байланысты екен, күйеуіңіздің ата-анасына байланысты екен да. Күйеуіңіздің ата-анасы жаңағы ол күйеуіңізге көп қиындық туғызбай, күйеуіңізді бағып, қағып, жаңағы мен кеше 3 күндік курсымда айтамын ғой сіздерге, ер бала деген самостоятельно өсу керек деймін ғой. Осындай нәрсені күйеуіңізге жасамаса, үйдегі қыздар, үйдегі мамасы, барлығы сол күйеуіңіздің барлық жағдайын жасап, бала кезінен сондай андай бір еркелеп, сондай бір көп қиындық көрмей өсетін болса, ол күйеу ертең сізге келеді тағыны, ана өзіне жаңағы жоқ, сізге келгенде, сізді алатын кезде өзінің мамасы сияқты біреуді тауып алады. Ана қызға баршы, өзінің мамасы сияқты біреуді тауып алады да. И сол кезде оған да тоже не істейді. Ана неге ондай адам тауып алады? Себебі оған дейін мамасы секілді қарап отырды ғой. Мамасы жаңағы сондай бір отношениемен болды ғой оған да. Оған дейін да, и сол кезде сол жаңағы дәл сол нәрсені әйелінен де күтеді да, әйелінен де күтеді. Әйел де тоже сондай отношениеде болсын дейді да. Сондай әйелді тауып алады олар ше. Сол кезде мынандай мамасы мысалға бірдеңе не қылса, баласы мысалы осындай нәрсе болып жатыр, не істесем екен десе, мамасы сразу соған шешім тауып береді да. И болдым да деп баласы қиналмасын дейді да, мамасы бала қиналмағанды қалайды да, анасы дегенше. Дәл сондай нәрсені бұл ертең әйелінен де істейді да. Сол жаңа өзі отбасында сөйтіп келген адам өзінің әйелінен де тоже сондай нәрсені іздейді да. Жаңағы бір нәрсе болатын болса, не істейміз деп сөйтіп отырады да. Сондай нәрсе ең бірінші жаңағы осы күйеуіңізге мама болады деген нәрсе осындай нәрседен шығады. Ең бірінші несі да, бұл түрі да. И екінші түрі, сіз жаңағы екінші түрі, сақтаймын Алла бұйырса. Екінші түрі жаңағы күйеуіңіздің ана несі, сіз мысалы жаңағыдай проблема үйде айтып бастайсыз, сіз айтпайсыз, күйеуіңіз айтып бастайды. Сол кезде біздер ана әйел адам кішкене біз пысықпыз ғой, біз бірдеңені жаңағы тез не істейміз да, біз тоже самый жаңағы ол қиналмасын, ол өйтпесін бүйтпесін деген нәрсені біз де тоже өзімізге сезініп алады екенбіз дағыны. И сосын оның несіне айтады екенбіз ойымызды. Неге сен сонда сөйтпей жүрсің, онда бүйте салсайшы, онда сөйте салсайшы деп біз сөйтіп айтып береді екенбіз да. Міне осы нәрсе сіз уже өстіп айта беретін болсаңыз да, үнемі да, сіз ана шешімін шығарып беріп, ана любой ситуациядан выход шығарып беріп отыратын болсаңыз, в общем, әңгіменің тоқетері, сіз уже күйеуіңізге мама болып алады екенсіз. Мама болып алатын себебіңіз, сіз күйеуіңіз жаңағы
тұңғышым дейді, кейбіреулер айтады, ой ол менің тұңғышым дейді. Бар ма осындай сіздердің де араларыңызда күйеуін туралы бірдеңе істейтін болса, ой ол менің тұңғышым дейді. Үнемі сол жаңа еркелеп бірдеңелер айтып, еркелеген кезде аса бүйтіп қатты еркелеп кетпейді, бірақ күйеуіңіз сондай өзіңіздің бір тұңғыш балаңыз секілді болып қалатын жағдай болатын болса, онда сіз оған нағыз мама болып отырсыз деген сөз екен. Сондықтан сіз осы положениеге қалай келдіңіз? Сіз осы положениеге қайтып түсіп кеттіңіз? На самом деле мен айттым ғой, ол президент қалай премьер-министрдің алдында кішірейе алады, мысалда. Ол президент болып тұрып қалай премьер-министрге несін арталады, арқа сүйей алады да, мысалға да. Көрдіңіз бе? Сол үшін бағанағы бірінші сіз оны президент ретінде қабылдап алдыңыз, ал енді екінші осы нәрсені үйреніңіз. Ол кісіге сіз ешқандай да мама емессіз. Неге мама болып кетесіз? Үйде единственный ересек адам сияқты болып қаласыз да. Үйде единственный ересек адам сіз ғана сияқты болып қаласыз да. Ол кезде де жаңағы сіз болмасаңыз олар тамақтарын да қыздырып іше алмайтын, тамақ жасап іше алмайтын деген секілді. Сіз болмасаңыз олар өз өмірлерін сүре алмайтын деген сияқты. Міне осындай положениеге келіп қалады екенсіз. Бұндай положениеден шығу үшін сіз уже күйеуіңізге жаңағы неден өзі солай бір проблема бірдеңелер айтып бастаған кезде өзіңіз қалай ойлайсыз, немесе өзің қалай ойлайсың деген секілді барлық нәрсені өзіне аударып тастау керек та, барлық нәрсені өзінің мойнына іліп тастау керек та. Сол кезде сіз сол күйеуіңізден мама деген неден жаңағы ауысып әйел ретінде қала аласыз. Көрдіңіз бе? Осындай нәрсені сіз осыған дейін егерде жасап жүрген болсаңыз, сіз осыған дейін де жаңағы күйеуіңізге любой нәрсесінде жаңағы выход тауып беріп отырасыз. Любой ситуацияның выход тауып беріп отыратын болсаңыз, яғни сіз де мама болып жүрсіз деген сөз. Сондықтан осындай кейіптен шығу үшін, осындай нәрседен шығу үшін кез келген ситуацияны айтып бастай ма, сіз айтыңыз, ал өзің қалай ойлайсың? Деп өзіне итеріп тастаңыз осы нәрсені. Сол кезде ол уже өзі ойланып бастайды. Кез келген ситуациядан, кез келген нәрседен выходты өзі іздейді да. И сол кезде сіз уже ол адамды сіз көз алдыңызда жаңағы өзіңіздің тұңғыш балаңыз сияқты емес, кәдімгі настоящий арқа сүйер тірегіңіз, сол жаңа үйдің отағасы, сол үйдің президенті ретінде сол сәттен бастап уже көре алатын боласыз. Жақсы, сіз мысалға осы уақытқа дейін ол кісіге жаңағындай осындай бір көмектерді көрсетіп, может жаңағы мен оған көмектесіп жатырмын деуіңіз мүмкін да. Немесе осындай көмектерді көрсетіп, мысалы сол нәрсені ол кісі шыға алмай қалған кезде, может сізге не қылған шығар, осыны сені бекер тыңдаппын деген секілді сол үшін де ұрыс шығарған шығар мысалда. Ал енді осы сәттен бастап сізге ол кісі қандай нәрсе айтады, сізге ол кісі қандай жаңағы ситуация болсын, қандай проблема болсын, не нәрсе айтады, сіз сізге келе жатқан жаңағы сізден көмек сұрап жатқан секілді сізге келе жатыр бір нәрседе, сіз сразу одан ары қарай өзіне қарай итеріп қоятындай жағдай болу керек та сізде ше. Сол кезде сіз жаңағы өзің қалай ойлайсың, өзің қалай дұрыс деп табасың, тебе виднее деген секілді, сен оның дұрыс шешімін шығара аласың, мен саған сенемін деген секілді, сондай сөздеріңіз, сондай ол кісіге деген сеніміңіз, сондай жаңағы любой ситуацияны выходты өзі іздеп, өзі табатын жағдайға келетін болады. И сосын ол өзі жақсы, сіз жаңа ошибаться етсін да, қателессін да, сіз енді жаңағы сол үйді басқарып бәрін реттеп жүрген адам боларсыз да, может осыған дейін да. Бірақ енді осы сәттен бастап сіздің күйеуіңіз дәл сондай жаңағы нәрсенің бәрін өзі шешетінге келген кезде, өзі уже сол положениеден өзі шығуға келген кезде, сіз уже уақыт өте келе уже автоматически бұл үйде ересек адам сіз ғана емес, яғни күйеуіңіз екі адам ересек адам екенін сезіне бастайсыз да. Ол кісінің де тоже осы үйде үлкен взрослый адам екенін, және ол кісі де тоже проблемаларды шеше алатын. И жаңағы проблема шешетін кезде, мысалы ол кісі бұрын соңында сіз үнемі жаңағы выход тауып беріп отырсаңыз, сол сәттен бастап ол кісі выход шығаратын кезде, может қателесу мүмкін да, ол кісі бұрын соңында олай жасамаған болса. Ал қателескен кезде сіз сол қатесін бетіне баспаңыз. Мен саған сеніп едім, сен соны жасай алады деп сеніп едім, неге сен сөйттің, неге сен бүйттің деген секілді нәрсені мүлдем айтпайсыз. Сол сәтте жақсы, әр ошибка, әр қате сізге сабақ болсын, саған сабақ болсын, бұл саған үлкен сабақ болды деген секілді, сондай бір жеңіл жағынан сөйтіп
күйеуіңізге сондай дәл сондай бір сөздермен ғана айтып қоясыз. Ақылшы болмаңыз күйеуіңізге. Ол кісі деген өзі басқарып, өзі реттейтін нәрсесін өзі қолына алып кеткенше ақылшы болмаңыз. Ол кісі қашан сол үйді басқаруды, үйдің жаңағы бүткіл нәрсесін өз мойнына алып, үйдің проблемасын, ситуацияларын, шығу выходтың бәрін өз мойнына қашан алып бастайды, сол сәттен бастап сіз уже кәдімгі арқаңыз кеңге жайылып, уже сіз бұл үйде жалғыз үлкен ересек адам емес екеніңізді, сіздің бүткіл проблемаңызды шешіп беретін адам бар екенін, сіздің арқа сүйеріңіз бар екенін, сіздің тірегіңіз бар екенін сізге сол сезілетін болады. Сіз сол нәрсені сезген кезде өзіңізді кәдімгі жайлы сезінетін боласыз. Барлық нәрсені өзіңіз шеше бермейсіз, барлық нәрсені өзіңіз реттей бермейсіз да. Оның барлығы уже сіз үшін Алла тағаланың жіберіп қойған үлкен адамы бар екенін, сіз үшін Алла тағаланың беріп қойған жаңа мәселе шешетін адам бар екенін, соның нәрсені білетін боласыз. Сіз егер де осыған дейін мәселені өзіңіз шешіп, бәрін уайымдап, ананы қайтсек екен, мынаны қайтсек екен деп, мысалы сөйтетін болсаңыз, сол әйел адам сол уайымнан тез қартайып кетеді екен да, ал ер адам уайымнан арықтайды екен. Мен мысалы өзім не істеймін да, өзіне итеріп қойдым ғой енді көптен бері да. И сол мысалы бұрын соңды ол андай нәрсе көп ойламайтын да, барлығы маған итеріп қояды да. Жазира өз шешімін табады деген секілді да. И сосын мен сол нәрседен выход іздеп, сөйтіп мен соны давай онда бүйтейік, давай онда сөйтейік деп барлық нәрсесін мен өзім сөйтіп айтып көрсетіп береді екенмін ғой. И сосын барып, ал қазір мысалға кейінгі уақытта ол өзінен де тоже байқап жүр, что-то мен арықтап бара жатқан сияқтымын деп, ол жұмысында жүрсе де барлығы что-то сен арықтап бара жатқан сияқтысың деп, вроде ешқандай жаңағы нелерге қатысып жүрген жоқ та, спокойно жаңағы күнделікті ешқандай ештеңе өзгерген жоқ. Самый главный өзгергені ол уже осы үйдің тұтқасын нақты өз қолына бүйтіп мықтап тұрып ұстап алды да. И сосын бүткіл нәрсені сол өзі уайымдап, бүткіл нәрсені өзі реттеп, бүткіл нәрсені өзі не істегеннен кейін ода уже кәдімгідей процесстер, ойлау процесі жүріп жатыр, бірдеңелерді уайымдап, не істесем екен деген секілді, сондай нәрселерді уайымдап бастағаннан кейін мүмкін содан арықтап жатыр да. Негізі ер адам жаңағы не істейтін болса, уайымдайтын болса, олар одан қартайып кетпейді екен. Керісінше олар содан выход табуға Алланың өзі жаңағы мүмкіндіктер береді екен да. Ал әйел уайымдайтын болса, әйелге ол тән емес екен да, уайымдау жаңағы бүткіл үйдің жаңағы нәрсесін бәрін реттеу, жаңағы кредитті қалай төлесек екен, ананы қалай істесек екен, ана қарыздан қалай құтылсақ екен, ана баланың оқуын қалай тапсақ екен деген секілді, ана жаңағы нәрсенің барлығын әйел адам өзі ойлап алғандықтан әйел адамдардың тез қартайып кететін содан екен. Ал сол нәрсенің барлығын күйеуіне сырып қойып, жаңағы күйеу ана баланың ана баланың оқуын қайтеді екенбіз деп мысалы әйелден сұрап әдетінше бастауы мүмкін да. Сол кезде уже әйел адам күйеуіне мен саған сенемін, сен сол жаңағы нәрсені табатын выходты білесің, білмеймін енді ойланып көр, қалай істеуге болады, сен шешіміңе әрқашанда келісемін, мен сені әрқашанда қолдаймын деген секілді әйел адам сонда қолдауын, сол күйеуіне сенетінін, сондай нәрселерді айтып отыратын болса, уже сол уақыттан бастап күйеуі де уже ойлана бастайды да, күйеуі де тоже уже іс-әрекетке көше бастайды. Мен не істесем екен, қалай болды нәрседен шықсам екен деген секілді ізденісте болады. Іздеген адам әрқашанда табады. Көрдіңіздер ме? Осындай іс-әрекеттер, былай қарап отырсаңыз қарапайым іс-әрекет, сіздер маған кері байланыс жасап жүріңіздерші, мен өзім ғана сөйлеп отпайын. Қарап отырсаңыздар қарапайым іс-әрекеттер, ешқандай жаңағы бір сырттан бір алып атқан ештеңе емес та, бір жаңадан бір не істеп атқан сөздер емес немесе да, бірақ осы қарапайым іс-әрекет сіздің араңыздағы біз кішкене елемей кеткен, біз білсек те көңіл аудармай кеткен, күйеуімізден сол нәрсені қаншама естіп жүрсек те, қаншама жаңағы күйеуімізден сол нәрсеге жаңағы біздің минусымызды бетімізге басып жатса да, біз соған мән бермей кетуіміз мүмкін да. Сол нәрсені сіз осы сәттен бастап, осы кезден бастап кәдімгідей өз-өзіңізге көңіл бөліп, осындай нәрсені жасайтын болсаңыз, күнде таңертең ерте тұрған кезде өзіңізге жаңағы көңіл бөліңіз деп айтам. Мен енді оны Алла берсе жаңағы неде айтам, арнайы бір сабақ бар. Осы үшінші кездесуде мен өзіңізге көңіл бөліңіз деген сабақты қойдым.
иншаллах сол кезде мен сол сіз өзіңізбен қалай жұмыс жасап бастайсыз. Ал қазір осы нәрсені жасап бастаңыз да. Сізге қазір мен көп нәрсені сразу айта салатын болсам, ол нәрсе сіздер миларыңызды ашып, қайсыдан бастарын білмей, жаңағы ойларыңызға ие бола алмай, жаңағы сөйтіп қалуларыңыз мүмкін да. Сондықтан бүгін ең алғашқы жаңағы істейтін нелеріңіз ол кісіні президент ретінде көре білу, ол кісіге жаңағы сенім арта білу, бірдеңені проблема жасап жатса, бірдеңе неғып жатса, сен шешім таба аласың, мен саған сенемін деген нәрселерді айтып жүру. Ал енді үшінші біздегі бүгінгі айтатын нәрсем бұл жаңа әдет аузыңызға ие болу. Жаңа мен айта кеттім ғой, осы нәрсені сіз кәдімгідей миыңызға құйып алыңыз. Бұрын соңды сіз жаңағы күйеуіңізге қалай болса солай сөйлейтін шығарсыз, намысына тиетін шығарсыз, байқамай да. Жаңағындай мен енді сіздерге дәл осы тақырыпқа келем дегенше түсінікті болды деген ойдамын. Себебі сіздер деген осыған дейін уже білдіңіздер өз қателіктеріңіз, солай ма? Сіздер өз қателіктеріңізді дәл осы бүгінгі тақырыпқа сай өз қателіктеріңізді көре алдыңыздар ма өздеріңізден? Сол қателіктеріңізді жаңағы енді жасамауға және күйеуіңізге жаңағы болады да, әдетіңізше ол кісінің бір іс-әрекеті ұнамай тұрады да сізге ше. И сосын сода, неге сен сөйте бересің, неге сен бүйте бересің деген секілді бір сондай бір сөздеріңізді айтып қалғыңыз келеді да, өзіңіздің да бұрынғы әдетіңізге кетіп қалып бір сондай сөздерді бір намысына тиетін сондай бірдеңелерді айтып қалғыңыз келеді да. Ол оңай емес та, бірақ осы нәрсені аузыңызды тыюды, аузыңызға ие болуды, ол жаңағы ұрыс бірдеңе, ол әдетінше ол кісі әлі өзгерген жоқ қой, сіз ғой енді өзгеріп бастағанда, ол кісі әдетінше сізге жасайды. Бұрын қандай нәрсе жасап жүрді, тура соны жасайды. Бірақ сіз бұл жерде өзіңізді өзіңіз өзгерту үшін, өзіңізге жаңағы өміріңізді шынымен де жаңа гармонияда өмір сүру үшін, бақытты өмір сүру үшін сізге осы бір жаңа әдетті меңгеруге тура келеді. Ол әдет сіз аузыңызға ие болу. Яғни жаңағыдай артық қажет емес сөздерді, оның намысына тиетін, оның жынына тиетін, оны ашуландыратын, оны ұрысқа шақыратын нәрсе секілді сондай сөздеріңізді айтпай, жұтып қалып, іште үндемей қалып, сол кезде жаңағы сөйлемей қалып деген секілді осындай іс-әрекеттермен істейтін болсаңыз, сіз уже кәдімгідей өзгерісті байқайсыз. Сонда күйеуіңіз таңғалатын болады. Мынаған не болған? Ана күні бұл негізі осындай жағдайда өстейтін еді, осындай жағдайда бүйтетін еді деген секілді сізге айтпаса да, ол сол нәрсені өзі ақырындап сезетін болады да. Сіздің үндемей қалғаныңызды, сіз өзіңіз жаңағы мысалда ана намысына тиетін бірдеңені айтып қаласыз ба, ой осы сен қолыңнан не келеді деген секілді, біз саған сеніп жүрсек деген секілді нәрсені айтып қаласыз ба, и сразу байқамай айтып қалсаңыз да бір нәрсені намысына тиетін, артынша дәл сол сөз үшін кешірім сұрай салыңыз. Дәл сол сөзіңіз үшін кешірім сұраңыз. Жаңағыдай, мен өйстіп сенің намысыңа тиіп қойғаным үшін кешірім сұраймын, мен негізі олай айтқым келмеп еді деген секілді сондай қылып кешірім сұрап бастаңыз. Сол кезде барып ол кісі уже осы нәрсені жаңағы байқайды, ол уже сезеді, сізге деген ойы өзгереді. Көрдіңіз ба? Сізге деген отношениесі өзгереді. Осы нәрсені нақтылап, мықтылап миыңызға құйып алыңыз. Сонымен бүгінгі жаңағы сіздерге айтқым келген тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Сіздерден енді сұрақ күтемін. Ал мен сіздер сұрақтарыңыз пока жаза беріңіздер. Ал мен қорытындылап өтейін. Бүгін не өттік? Бүгін біздер ер адамды құрметтеу керек екен. Алғаш жаңағы біз картина жасап алатынымызды, жақсы мінезін, плюстарын бәрін тізіп алатынбыз. Мен негізі тамағым ауырып тұр. Жақсы жаңағы плюс жақтарын бәрін бірінші тізіп аламыз. Сол бойынша жаңағы күйеуіміз жайында тек қана сол жағын ғана ойлаймыз. Сізге егер жаңа түсініксіз болса қайтадан тыңдап аласыздар, иншаллах. И одан кейін жаңағы ол кісінің кәдімгідей президент ретінде қарайтын боласыз. Әрбір іс-әрекетіне, әрбір несіне бұл біздің президентіміз, осы үйдің президенті деген секілді қарайтын боласыз. Одан кейін үшінші бізде не айтылды? Үшінші бізде сіз күйеуіңізге мама болып жүрсіз бе дедім, яғни сіз сенім арта білесіз, сіз сол үйдің бүткіл проблемасын шешетін,
единственный үлкен адам емес екеніңізді білдіртесіз. Ол кісінің де қолынан келетінін, оған сенім артып, сенің қолынан келеді, мен саған сенемін деп үлкен сеніммен қарайтын боласыз, және аузыңызға ие боласыз. Кез келген ситуацияда үндемей қалыңыз. Үндемей қалсаңыз үйдей бәледен құтыласыз деген сөз бар ғой қазақта. Сол ұқсап үндемей қалыңыз. Егер артық айтып қойған жағдайда уже кешірім сұраңыз. Сол үшін мен осы сөзім үшін кешірім сұраймын деген секілді. Сондықтан осы нәрселерді жасап жүретін болсаңыз, сіз кәдімгідей екеуіңіздің арасында бір близость бар ғой, жаңағы бір жақындау, сізге деген ол кісінің сенімі, сізге деген көзқарасы, ол кісінің сізге деген бір отношениесі, қарым-қатынасы ақырындап өзгере бастайды. Сонда бүгін сіздерге Алла бұйырса, келесі кездесуге дейін, бізде келесі кездесу бүгін 22 болды. Бүгін 22-сі 1 күн, 23-і 2 күн болады, 24-і 3 күн болады, 25 күні иншаллах өстіп таңертең сіздермен екінші кездесу жасаймыз. Осы екінші кездесуге дейін сіздер осы нені жаңағы тапсырма ретінде беремін сіздерге. Сол тапсырманы орындап, сол уақытқа шейін осы бүгінгі айтылған нәрселерді орындап, кәдімгідей әдетке айналдырыңыздар. Кәдімгідей сол нәрсені өздеріңіз прямо анандай өздеріңізбен өздеріңіз бір наблюдательный болыңыз, өзіңізге наблюдатель болыңыз, өзіңізді бақылаңыз. Жаңағы мен өстіп айтып қоймадым ба, мен өстіп сөйлеп қойған жоқпын ба деп, өстіп 3 күн бойы өз сөздеріңізге өздеріңіз ие болып, әрбір шыққан сөздеріңіз үшін жауап беріп, әрбір жасаған іс-әрекеттеріңізге жауап беретіндей, сондай неде прямо бақылаңыз өз-өзіңізді. Сөйтіп 3 күн бойы сөйтіп жүріңіздер. Сосын біз 3 күннен кейін жаңағыдай кездескен кезде сіздерде мен кері байланыс алатын боламын. Сол кезде сіздер маған сондай қандай қиындықтар болып жатыр, немесе қандай жаңа күйеуіңіз тарапынан қандай өзгерістер байқадыңыз, немесе өзіңіздің тарапынан қандай өзгеріс байқадыңыз деген секілді. Негізі 3 күн деген ол бізде аз болады. Бір аптадай негізі уақыт болса жақсы болатын еді, бірақ біз оған бір аптадай сөз алмаймыз. 3 күннің өзінде де адам жаңағы 3 күнді көрге үйренеді деген сөз бар ғой. Сондықтан сіздерде тоже 3 күнде осы нәрсені үйренеді деген ойдамын. Осы нәрсені жасаңыздар, осы нәрсені істеп көріңіздер. Сосын өздеріңіздің наблюдениелеріңізді жазып жүріңіздер блокнотқа. Мен сіздерге алдында 3 күндік курста айттым, блокнот арнаңыздар, өз өмірлеріңізді өзгерту үшін күнде таңертең ерте тұрыңыздар деп айтып жүрмін ғой. Сол нәрсені қалыптастырыңыздар. Күнде таңертең ерте тұрыңыздар да блокнотты арнаңыздар. Осы блокнотқа жазыңыздар. Осы блокнотқа өзіңіздің жаңағы дәл осы күйеуіңізбен байланысты жаңағы наблюдениеңізді жазыңыз. Мен өстіп жаңағы осылай айтқан кезде ол сөйтті. Значит, оған ұнады ма, жоқ ұнамады ма деген секілді. Осы сөзім оған шақты ма, шақпады ма деген секілді. Өстіп сіз өзіңізбен 3 күн бойы дәл осы бүгінгі тақырып бойынша жұмыс жасаңыз. Ерте тұрыңыз, жылы суыңызды ішіңіз, энергияңыз көтеретін жаттығуларды жасаңыз. Сосын осы блокнотыңызды алып, осы нәрсеңізді жасаңыз. Және ұйықтағыңыз келетін болса, нағыз ұйықтағыңыз келетін болса, күн шыққаннан кейін бар ұйықтаңыз. Өйткені күн шықпай жатып ұйықтайтын болсаңыз, күнмен бірге ол күннен бұрын тұру, ол Алладан өзіңіздің жаңағы берекеңізді, өзіңіздің нәсібіңіз, таңғы нәсіп Алладан дейді ғой, сондай ырыс берекеңізді Алладан алу үшін сол күнмен бірге қайтадан жатып, күнмен бірге тұрмаңыздар. Күн шыққаннан кейін барып ұйықтап алуға болады, ұйқыңыз келіп жатқан жағдайда. Оған дейін жаңағы не істемеңіздер. Өстіп 6-да тұрыңыздар, 5:30-да тұрыңыздар, енді қараңыздар өздеріңіз. Бірақ жалпы осындай нәрсемен жаңағы тұрып өстіп не істейтін болсаңыздар, кәдімгі өз өмірлеріңізге өздеріңіз өзгеріс енгізе алатын боласыздар. Ал енді мен сіздерден сұрақ сұрадым, ешқайсыңызда сұрақ жоқ қой деймін, соған қарағанда. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды ма? Енді қайталап эфирді көріп алуға кеңес беремін. Сондай жаңағы жақсы материалдарға толы ақпарат, толы эфир болып жатыр. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Болмаса осы эфирді мен сақтап алайын. Кішкене уақыт бар бізде, күтейін сіздерді. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Түсінікті дейді. Өз минустарыңызды көре алдыңыздар ма, Қатира ханым? Өз минустарыңызды көре алдыңыздар ма?
өздеріңіздегі болып жатқан нәрсені мен сөйтпеппін, мен бүйтпеппін деген секілді нәрселер болды ма сіздерде осы тыңдап отқанның барысында? Иә, осындай неден жаңағы өздеріңіз уже өзгерте аласыздар деген үлкен үміттемін. Өз өмірлеріңізді өзгертуге тілектеспін. Маған сұрақ болмаса, онда мен эфирді сақтайын. Ал енді сіздер жаңағы 3 күн бойы жасайтын тағы да жаңа не бойынша? Энергияны қалай көтереміз дейсіз ба? Энергияны қалай көтереміз? Энергияны негізі сіз өзіңіз көп, әйел адам бар ғой, ат секілді көп нәрсені жасау міндетті емес негізі. Алла тағала бізге бар ғой, бізді баптаушы ретінде жаратты, күйеуімізді баптаушы ретінде, бізге ақша тауып үйді асыраушы бір жаратқан жоқ та. Біз сол үшін өзімізге бірақ ұнайтын іспен айналыса аламыз да. Мүмкін сіз бір жерде жұмыс жасайтын шығарсыз да, мүмкін сол жұмыс сіздің бүткіл энергияңыз тартып алатын шығар. Сондықтан сіз жаңағы энергияны алу үшін негізі мынандай ұзын, мен қазір мысалы не киіп отырмын, намазын киіп отырмын да, ұзын да мынау ше, осындай секілді ұзын көйлек кигеніңіз жақсы үйде ше, үйде болсын, сыртта болсын, негізі ұзын көйлек бізге энергияны жерден тартады, біздің бойымызға энергияны жібереді екен. Сосын мен осы жақында негізі бұрын соңды да естіген, бірақ мен жақында қайтадан дәл сондай ақпаратты тауып алдым. Мына әйел адам айналу керек дейді. Біз байқайсыздар ма, кішкентай қыздар негізі айналады ғой, кішкентай қыздар бүйтіп айналып жатады, бүйтіп кәдімгідей бүйтіп айналып жатады ғой. Тура сондай секілді әйел осы біздер айналатын болсақ, ұзын көйлекпен айналатын болсақ, біз жерден энергия ала аламыз дейді, как воронка ретінде дейді. Осы нәрсені де сіздерге жасауға кеңес беремін. Өзім де тоже жасап жүрмін. Ұзын кие алмайтын себебіңіз, сіз бізде ер адамның женственность деген бар ғой, бізде әйел адамда 80% женственность сақталу үшін біздер ұзын көйлек киюіміз керек. Біздің әйел екеніміз, нәзіктігімізді өзіміздің миымызға сыйдыру үшін біз солай киюіміз керек та. Біз неге ұзын көйлек кие алмаймыз? Себебі бізде мужской качествомыз 20% ғана болатын мужской качествомыз бізде өсіп кеткен. Біз мысалы өзімізді ер адам секілді сезініп кетеміз да. Ер адамдар неге көйлек кимейді, вообще көйлек кимейді да, мысалға да. Себебі ер адам вообще әйел емес қой. Оларда 20% ғана женственный қасиеттері бар. Ол 20% женственный қасиеттерін осы бізбен бірге қызымен, бізбен отношениеде қолданады да, әйелдермен отношениеде. Ал басқа уақытта оларда 80% мужской качество да. Сол секілді бізде сол 80% женский качествомызды алып келу үшін біз өзімізді миымызға сыйдыруымыз керек. Ұзын көйлекті киюді біз әйелміз. Сосын сырға, жүзік деген секілді мына құлақтарыңызға осындай аксессуарларыңызды тағуыңыз керек. Ол аксессуар сіздің әйелдік, мысалы ер адам тақпайды ғой ол нәрсені да, әйелдік жаңағы неңіз качествоңыз тоже не істейді. Сізді женственный ұзын сырға тағыңыз, бүйтіп сылдыр етіп жүреді ғой. Сол кезде сізге мешать етеді. Сол мешать еткен нәрсе сізге есіңізге салып отырады. Сіздің әйел екеніңізді, сіз бүйтіп қатты жаңағы жүгіріп жүріп жұмыс жасайтын еркек емес екеніңізді, сіздің әйел нәзік екеніңізді ұзын сырғалар сізге соны есіңізге салып отырады. Және ұзын көйлексіз жүрген сайын сізге алдыңызға жаңағы кедергі келтіріп отырады. Осындай ұзын көйлекте сізге сол нәрсені салып отырады есіңізге. Сондықтан міне осы энергияны көтеру үшін сіздерге өз сүйікті істеріңізбен айналысыңыз. Алла берсе 3-ші кездесуде мен осы туралы толық айтатын боламын сіздерге. Қазір менде уже уақытымыз бітіп жатыр. Эфир сақталмай қалмасын, сақтап қояйын. Ал сау болыңыздар.